YouTube ешқашанда өнерге шектеу қоймайды, керісінше қолдап, оның дамуына көмек береді. Соның бірі анимация жасау. Анимация деп суреттерді қозғалыс түрінде көрсететін әдіс деп қарастырсақ болады. Бұл бағыт басқа бағыттарға қарағанда өте қиын дәрежеде жасалады. Себебі анимация жасау әрбір адамның қолынан келе бермейді. Тек қана берілмейтін ерекше аниматорлар ғана биік сындарға жетеді. Сендермен бірге топ тайм санасы бүгінгі видеода топ 7 қазақ аниматорларын айтатын боламын. Жетінші орын Олжас Тоқабай. Жас аниматор болса да өзіндік стильмен көрермендеріне ұнап жатыр. Ол каналында анимациядан басқа шетелдік аниматорлардың видеосын дыбыстап отырады. Анимация саласы болса да видеоларды жиі салады екен. Қазіргі таңда арнасында 322 подписчик бар. Айтпақшы, аниматорлардың каналына ссылканы астына қалдырып кетем, кіріп бағалап кетсеңдер болады. Енді келесі аниматорға кеттік. 6-шы орын Аспан. Кім білмейді, бұл Нуранет деген аниматордың інісі. Екеуі бірігіп жақында Мистер Прикольчиктің видеосына анимация жасаған еді. Тіпті оның каналын Мистер Прикольчик видеосының астында бағалады. Енді өзіне оралайық. Қазіргі таңда арнасында 889 подписчик бар екен. Соңғы кездері видеоларды айлап шығарып жатыр, мүмкін сабақтың әсерінен болар. 5-ші орын Қадамғы. Бүгінгі топтағы жас аниматорлардың бірі. Кішкентай болса да анимацияны өте жақсы жасайды. Ең басында арнасы Нұрқадам деп аталды. 10 шақты видеодан кейін 1 жылға YouTube-та тастап, осы жақында ғана қайта оралды. Соңғы видеосы 1 ай бұрын шықса да, сообществода келесі видеоны дайындап жатқанын айтты. Қазір каналында 412 подписчик жиналған. Каналына сәттілік тілейміз, ал біз келесі аниматорға кеттік. 4-ші орын Нұрасыл. TikTok арқылы танылған аниматор. Ол ең басында YouTube-пен айналысып жүргенде покадровый, бірақ стиль шамалы анимацияларды салып еді. Бірақ өте аз просмотр жинағасын TikTok-қа көшті. Бұл жерде әртүрлі трендтерді қайталау арқылы 200 мыңнан аса подписчик жинаған. Қазір YouTube-ында 10 мың подписчиктен көп арнасы бар, арасында анимациялар салып тұрады. Бірақ бұрынғыдай өз оқиғаларын айтатын видео емес, TikTok-тағы видеоларын салады. Сонда да Нұрасылдың анимациясы өте жақсы деңгейде. 3-ші орын Нуранет. Қазақстанда қазақ тілі анимацияны алғаш рет бастаған аниматор, және де Кескін бейне атты тобы ашып сондай жетекшілік етті. Егер білмесеңдер, бұл дарынды аниматорлар тобы. Бұның ішінде Нұрлан Қаламов, Нұрасыл, Алёка және тағы басқа танымал аниматорлар да бар. Жақсы, енді Нуранетке оралайық. Каналында видеолар өте көп, көбіне скетч, оқиғалар және өзінің манга сериалдарын салады. Анимациядан бөлек Нура музыкамен де айналса да, өзінің жеке тректерде бар. Қазір каналында 6000-нан көп адам жазылыпты, видеолар уақытылы салып отырса да активі түсіп кетіпті. 2-ші орын Сденами Пандой. Бұл аниматорды Школьные дни атты сериалдарынан танулары мүмкін. Себебі бұл сериалды көптеген ютубер аниматорлар қарауға кеңес берген болатын. Шынымен де өте мықты жасалған, және де әрбір бөлімін жалғыз өзі, тіпті саундтрегіне дейін өзі жасады. Сериал біткесін бейнелі атты жобасына кірісті. Бұл жоба 2020 жылы шығады деп жоспарлануда. Соның әсерінен каналында біраз уақыт анимациялар шықпайды. 1-ші орын Скетчи. Бұл аниматор қазақ, яғни Қазақстанда туылды, балалық шағы Оралда өтті. Оны видеоларынан байқасаңдар болады, бірақ канал орысша жүргізеді, арасында қазақша сөздерде қосып қояды. Да, тренер, без рук. Что? Жылдамдық. Тренер. Қазір арнасында 239 мың подписчик бар. Соңғы видео 9 ай бұрын шығыпты. Оның YouTube-та тастағаны дәлелдер жоқ, сол үшін белгісіз. Видеолары өте жоғарғы деңгейде жасайды. Мысалы, соңғы видеосы қазақстандық аниме деп айтсам да болады. Арнасында видеолар өте сирек шықса да, видеолары жақсы қаралым жинайды. Көбіне байқағандай аниматорларда видео сирек шығады. Бұның себебі анимация жасау ұзақ уақыт пен үлкен күшті талап етеді. Сол үшін олар түсіністікпен қараған жөн. Міне видеода аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басып арнаға тіркеліп кетіңдер. Сендермен бірге топ тайм санасы келесі кездескенше.